Так, Google Chrome'da настройка жасаймыз. Бірінші установка, скачать, установка, сосын настройка. Так, ол үшін скачать ету үшін Google Chrome'ға барамыз. Google'ға барамыз. Любой бір браузермен ашамыз. Мысалы, мен Firefoxпен ашам. Или сіз Edge'мен ашсаңыз болады. Или Opera. Так, жазамыз Chrome деп Google'ға. Сол кезде ең біріншісі шығады. Именно Google'ға жазың, сол кезде тез табасыз. Мынандай сайт шығады да, осы галочканы алып тастайсыз. Сосын скачать дегенді басасыз. Сосын скачать етіп бастайды. Так, ол мен уже скачать етіп қойдым міне. Қондырам. Так, осындай шықса, продолжить без входа дейік бірінші. Сосын кіреміз артынан. Жерде де пропустить дей берейік. Қазір настройкада көрсетіп кетем бәрін. Еще, сосын окей деп басам. Так, скачать еттік. Енді настройка жасаймыз. Қондырдық. Так, ең астында панельге прикрепить ету үшін оң жақ мышканы басасыз ең астында Chrome'ға. И закрепить на панель задачи дегенді басып жібересіз. Сол кезде закрепить етіліп қалады. Астында тұрады да, мына жауып тастайсыз ғой, астында значогы тұрады, ең астында. Панель задачада. Так, келесі 3 нүктені басам, сосын настройки дегенді басам. Так, басынан бастап я и Google дегенді басамыз. Так, я и Google, сосын келесі войдите, так, мына кіресіз, войдите в Chrome деген. Бұл жерде Chrome мен Google'дың аккаунтына кіресіз да, сосын любой бір Google почта қарайсыз ғой жермен. YouTube, Google бәрі кіріп тұрады уже сразу. Тағы да кіріп жүрмейсіз да. Мен бір кіріп қоясыз болды. Келесі. Так, автозаполнение и пароль дейді. Так, келесі мынау. Так, способ оплаты деген кіреміз. Автозаполнение и парольге кіреміз. Сосын способ оплаты, сосын на галочканы алып тастаймын. Сохранить защитный коды дегенде. КВС деп тұр мына. Соны алып тастаймын. Так, келесі. Сосын адрес и другие данные дегенді басам. Бұл жерде любой бір сайтқа кірген кезде сіз адресті добавить етіп қоясыз. Мысалы, почтовый индекс, тағы басқа, қала, адрес деген сияқты, имя. Ана регистрация жасайсыз ғой, бұл любой бір сайтқа. Сол кезде мына өзі толтырып жібереді, осылардан алып, толтырып жібереді автоматически. Сен толтырып жүрмейсің. Сіз добавить етіп қойсаңыз болады 3 жерге. Так, келесі. Так, келесі конфиденциальность и безопасностьға кіреміз. Сосын удалить данные браузера дегенді басамыз. Сосын бұл жерде все время деп тұрады. И 3 галочка. Бұл жерде бәріне галочка қоясыз. Дополнительный настройкке кіріп, все времяны басамыз да. Бәріне галочка қоямыз. Тек мынаған қоймаймыз, на екеуіне. На пароли другие и данные для автозаполнения. Сол екеуіне қоймаймыз, қалған бәріне қоямыз да. Удалить данные дегенді басып жібереміз. Так, келесі. Так, безопасностьке кіреміз да. Сосын ең астында выбрать поставщика услуги DNS деген бар осы. Сол жерде public, Google Public DNS-ке қоям мен. Сіз өзіңіз қарайсыз, қайсысын қойыңыз келеді. Или өзіңіз жазатын болсаңыз, вручную онда мына жазасыз. Мен мысалы Google Public DNS-ке қоям. Бұл не үшін керек? Бұл жерде оқысаңыз болады, не үшін ол керек. Мынаны оқың, осыны. Сіздің сайтыңызға, бір сайтқа кіресіз ғой, мысалы, любой бір сайтқа. Сол кезде провайдер көріп отырады, қандай сайтқа кіріп жатқан. Или провайдер, или тағы басқа біреулер. Сол көрмеу үшін осыны қойсаңыз болады, Google Public DNS. Сосын бір жағынан сайттарыңыз тез ашылады деген сияқты ғой, егер интернет слабыйларға. Так, келесі. Внешний вид. Так, внешний видке кіреміз да. Бұл жерде настройка, панель
панели инструментов деген бар. Инструментов соған кіреміз. Осы жерде мысалы мен қосып жіберем. Сіз мынаны өзіңіз қарайсыз, қайсысын қосыңыз келеді. Мысалы игно новый окна режим игно инкогнитоны қоссаңыз болады мысалы. Мен мысалы қосатыным осы, міне қазір көрсетіп жіберейін. Мен мынаны қосып жіберем. Загрузка деген постоянно керек зат. Сіз мынаны да қосып жіберсеңіз де болады, мысалы удалить етеді. Печатты қойсаңыз болады. Мен просто азғантай шарт қоямын, болды. Сіз өзіңіз бұл жерде қараң қайсысы керек деген сияқты қосып жіберіңіз. Так, сосын келесі панель, показывает панель закладки деген, закладок дегенді басам. Үстінде мына не шығады, панель. Сосын мынаны алып тастаймын. Ол үшін мынаны басам. Группа закладок. Өшіріп тастаймын оны. Сол кезде кетіп қалады. Так, панельге ссылкаларды сосын добавить етерміз. Бірінші мына настройки жасап алайық. Соңында істейміз. Так, келесі. Поисковая системаны қарап жіберейік. Егер сізде Google деп тұрса, онда теспейсіз. Егер сізге Яндекс деп тұрса, онда Google-ға қоясыз. Мысалы, изменить басасыз да, Google-ға қойып жібересіз. Егер мынақта тұрса, мынаған қосып жібересіз. Егер мына басқа поисковик керек болса, онда мынаған кіресіз да, басқасын добавить етесіз осы жерде. Келесі браузер по умолчанию дегенді басамыз да, использовать по умолчанию дегенді басып жібереміз. Сол кезде осындай окошко шығады. Электронная почта Google Chrome'ға қоямыз. Сосын браузер, веб-браузер Google Chrome'ға қоямыз. И болды. Осы екеуін өзгертеміз. Сосын осы жерде сразу неге кірсек болады? PDF-ті өзгертуге. PDF по умолчанию Chrome ашылады. Мысалы, міне, выбор стандартных приложений для типа файлов дегенді басасыз. Сосын кішкене күтеміз. И осы жерде PDF тауып аламыз сол жақта. Міне PDF. Соң қапталында міне мынаны басамыз. Google Chrome'ға қоям. Сол кезде PDF Chrome'мен ашылады. Мысал ретінде міне. Міне. Үстіне 2 рет басам, Chrome'да ашылып кетеді. Бұл жерде ыңғайлы да, печать бар. Қарауға болады деген сияқты. Так, келесі. Так, келесі настройка запуск Chrome дегенді басамыз. Сосын ранее открыты вкладкаға қойып жібереміз. Бұл не жатқа керек? Мына ашық қойған вкладкалар бар ғой, өйстіп ашық қоясыз, бір сайттарды ашық қоясыз. Сол кезде сөндіріп кетіп қаласыз, компьютер қайтадан қосқан кезде осы вкладкалар ашылады қайтадан. Жалғастырасыз. Так, келесі язык. Языкта мысалы мен мынаны удалить етіп тастаймын. Соңғы английский деп тұр ғой. Соны удалить етіп тастаймын. Так, специальные возможности дегенге кірем. Келесі специальные возможности, бұл жерде автоматически субтитры деп тұр ғой. Сізде возможно бүйтіп қосылып тұрған шығар. Соны өшіріп тастаңыз егер. А то YouTube-қа бірдеңе кіресіз, бір видеоны қосып жібересіз, дополнительно бір окошко шығады. Мысалы, жақсы. Мына дополнительно окошко шығып кетеді да, соны алып тастайды. Мына өшіріп тастаңыз егер қосылып тұрса сізде. Так, енді расширениеға кіреміз. Мынау мысалы маған керек емес, удалить етіп тастаймын. Сосын интернет, магазин, Chrome дегенді басам. Сол жерде расширениялар скачать етем. Adblock. Enter. Adblock деп жазам да, Enter басам. Мынаған қараймыз. Мына 290 мың қаншадан мысалы қондырды деген сияқты. Біріншісіне кірем, установить етем. Сосын келесі. Мына жерде скачать ете береді расширение. Келесі мынаны да қондырып жейін, жақсы. Так, келесі мынау поискке жазамыз. Enter басамыз.
біреуін міне соңғысы екен. Мынау соңғы жақта тұр екен да астында. И установить дегенді алсам, установить. Бұл кнопка пайда болады мына жерде. Кнопка қайтадан шығару үшін, мына постоянно көрініп тұру үшін мынандай затты басамыз. Ол расширениенің значогы. Соны басамыз да, мына прикрепить деген бар, мынандай значок. Соны басып жібересіз и постоянно шығып тұрады. Мысалы, мынаны жауып тастадыңыз, қайтадан орнына келтіру үшін мынаны басып жібересіз, қайтып келеді мына неге, вкладканы. Восстановить етіп жатты да вкладканы. Сонша жақсы. Егер оң жақ мышканы бассаңыз, қай жерде отырғанын көрсетеді. Настройкілер. Так, келесі. Так, мынау. Бұл қазір оны да көрсетіп жіберейін. Бұл мынандай ссылкалар. Установить етейік. Оны настройкасын жасап шығамыз тоже. Установить расширение. Болды, похоже. Сіз өзіңіз мына расширение кіріп, қалағаныңызды скачать етесіз. Мысалы, мына жерде по категориям тұр. Мысалы, инструментіға кіресіз. Сізге мысалы переводчик керек болса, осы жерден аласыз. Өйстіп іздейсіз да. Тема жағынан теманы да сол скачать етіп, сізге ұнайтынын скачать етіп аласыз. Мен мысалы тема ондай қоймаймын да. Былай өзінің несі родной қалдыра берем. Сіз өзіңіз скачать етіп теманы. И расширение, и теманы осы жерден қондырасыз. Так, келесі о браузере дегенде постоянно қарап тұру керек ол жерде. Ол автоматически обновить етеді, бірақ иногда өзің о браузере Google Chrome дегенді басасыз. Болмаса мына жерде расширение астында о браузер Chrome. Осы жерде мысалы қарайсыз, новый ма, новый емес па деп. Жаңасы бар ма, жоқ па. Егер жаңасы бар болса, перезагрузить или обновить деген кнопка болады осы жерде. Так, келесі закладки браузера. Так, закладки браузера. Неге тереміз? Google'ға. Google деп жазамыз. Мынандай сайтқа кіру керекпіз. Біріншісін басамыз. Сосын мына поиск бар ғой, соның ішінде book деп жазамыз, book деп. Или закладки деп жазасыз. Мынаған кіреміз. Bookmarks браузер деген бар, соны басасыз, скачать етіледі. Сосын мына жерде мына үстінде ақ не бар ғой, мына жерде пустой ақ ұзын панель закладки дейді, соған оң жақ мышканы басасыз да, диспетчер закладок дегенді басасыз. Содан кейін үш нүктені басамыз да, импорт закладки дегенді басамыз. Содан кейін жаңа скачать еткенімізді таңдаймыз. Сол кезде мынандай дайын ссылкалар шығады, дайындап қойған. Егер сізге мыналар аз болса, мына сайтқа кіресіз да, мысалы бүйтіп шығарып алсаңыз болады, бүйтіп қасына. Удалить ету үшін бүйтесіз. Мысалы бір мынауын айтты сізге, басасыз, жібермейсіз, мына қалып білесіз, мынандай тіке сызықша шықса жіберіп қаласыз. Оны любой жерге қойсаңыз болады. Мынаның ішіне қойсаңыз болады, осы жерге. Мына жерге астына қойсаңыз болады. Сөйтіп қойсаңыз болады. Удалить ету үшін оң жақ мышканы басасыз, удалить дейсіз. Егер мыналар жоқ та, ішінде сізге керек ссылка, онда мына ақ бетке оң жақ мышканы басасыз, добавить. Егер мынандай папка сияқты керек болса, онда добавить папку дейсіз. Мысалы, папканың аты новая папка бола берсін. Міне, шықты. Ішінде ештеңе жоқ. Удалить ету үшін удалить дейсіз. Оң жақ мышканы басып. Енді добавить страницу десеңіз, онда мынандай ссылкалар шығады. Сохранить дейсіз, міне закладки браузеры деп ссылка дайын. Жерден көтеріп бүйтіп лақтырасыз. Мына сайтты ұмытпаң, мына жерде тұр, или мынаған кіресіз, жаңағыдай поискке жазып, закладки браузера деп жазасыз, сол кезде шығады. Так, келесі мынандай нелер бар? YouTube, WhatsApp деген сияқты. Мысалы, YouTube'ты басам. Сосын жоғарыда мынандай не шығады? Установить приложение YouTube деген. Соны басып жіберсем,
установить дегенди бассам, сол кезде неге рабочий столға ашат. Міне мынандай как не смартфондарда болады ғой, сол сияқты қылып шат. WhatsApp'ты да сол. WhatsApp, қазір WhatsApp'қа кірейін. WhatsApp'қа кіресіз. Сосын жерде жоғарыда установить деген шығады. Установить дейсіз. Сосын келесі түгейсіз, мысалы. Тоже установить жоғарыда. Установить. Егер түгейсіз керек емес болса, онда басқасын жерде қарайсыз, мысалы Google карта керек сізге. Установить тоже. Сосын тағы не бар? Google земля, мысалы. Установить тоже. Так, қараймыз ал. Міне рабочий столда текшелеп қоямыз, өйстіп. Міне. Осындай значок тұрады. Мысалы, біреуін ашасыз ғой, жоғарыда адресный строка ештеңе жоқ та, как приложение сияқты қылып ашылады. YouTube да сол, отдельный приложение сияқты қылып ашылады. Так, түгейсіз, мысалы. Так, не закладка ашып қойсаңыз болады. Google Chrome'ды қасына қойсаңыз болады. Келесі, так, закрепить істедік, PDF-ті да істедік. Так, келесі жаңағы мынандай расширение қондырдық қой, соны настройка жасаймын. Келесі визуальный закладки деген расширениені скачать етеміз. Ол үшін 3 нүкте. Сосын расширение, управление расширение или перейти в интернет-магазин дегенді басамыз. Осы жерге жазамыз. Визуальные закладки. Осындай шот, значок осындай. Установить. Установить расширение. Так, X и X. Осындай шот. Так, мына жерде мен мынаны удалить етіп тастаймын. Вкладка, отдых и покупка деген удалить етіп тастаймын. Так, удалить закладки, удалить. Главный тұра береді. Сосын жерге настройканы басам. Сосын, так, настройканы басым ба, жерде импорт, экспорт дегенді басам. Восстановить из файла дегенді басам. И сохранить етіледі. И көрейік. Жауып, ашып қарайын, міне дайын уже. Настройка, Google, бәрі дайын. Болмаса, сіз ручную істесеңіз болады настройканы. Мысалы, настройканы басасыз жоғарыда. Сосын мынаны Google-ға қоясыз. Сосын мынаны количество закладок в ряду дегенді 6-ға қойдым. Болды. Сосын сохранить дегенді бастым. Сосын фон таңдадым, мынаны мысалы. Сіз өзіңіз қалағанын таңдасаңыз болады, қайсысы ұнайды деген сияқты. Сосын мен оны сохранить еттім. Сосын оны артынан восстановить етуге болады. Өйстіп дайын не тұрады, Google-дан іздесеңіз болады, или дайын ссылкалар бар осы жерде. Жерде добавить ету үшін плюсті басасыз, өзіңіздің ссылкасы. Мысалы, EGOV-ты добавить етейік. Ол үшін EGOV-ты мына жерге кіресіз. EGOV, так, міне тұр. Копировать етіп аласыз. Мына оң жақ мышканы басасыз. Копировать адрес ссылки. Сосын неге кіресіз, плюстің суретін басасыз, мына жерге вставить етесіз. Мына жаққа мысалы EGOV деп жазам. И добавить деймін, болды. Сол кезде EGOV шығады. Немесе сіз мына жерде группа создать етсеңіз болады, мына главныйдың ішінде осы ссылкалар бар. Егер сізге работа деген ссылка керек болса, группа. Осы работаны ашып жібересіз, ішінде пустой болып тұрады. Егер главныйда бәрі тұрады. Өйстіп по категориям бөліп қойсаңыз болады да жоғарыда. Мысалы, главныйда осындай ссылкалар, работада басқа ссылкалар деген сияқты өйстіп бөліп қойсаңыз болады. Біреуін удалить ету үшін оң жақ мышканасы да удалить дейсіз. Или болмаса, мына жерде міне значок тұрады, тақаған кезде мышкан. Мыналарды бүйтіп тасысаңыз болады бір жерге. Текшелеп та, сортировка жасап. Редактировать етсеңіз болады, оң жақ мышканы басып, редактировать дейсіз. Сол кезде қайтадан не істеуге болады. Өзгертіп. Мына жерде жаңағы работа деген не категория шығады, группа. Сол жерге давать етсеңіз болады, или главныйға. Жоғарыда тұр ғой, мына жерде. Плюс суретін басасыз.